бізге мәжіліс депутаттары іс-сапармен келді. Жана Валерьевна 4-нен бастап 12-сі аралығында жаңағы аудандарда және осы облыс орталығы Орал қаласындағы жоспарланған іс-шаралары бар. Алдын ала жоспарланған жұмыс кестесіне сәйкес бізде бүгін филиалымыздың жанындағы кеңес төрағаларымен кездесу жоспарланып отыр. Жұмыс кездесуі. Жол басқармасын тыңдадық. Қазір мынау жолдың сапасы бойынша да сұрақтар қойылып жатыр, жасалған жұмыстар бойынша. Онда да олар айтады, барлығы госзакупкаға байланысты. Ондайды болуы керек қазір. Жан-жақтарына қарайды, шектеу бар ана жерде. Көп рахмет, Снежана Валерьевна. Сізге де рахмет. Жаңағыдай айтқандай жұмысымызды қорытындылап, баршаңызға рахмет.